тыңдарман, Бөгенбай Батыр атындағы тарихи-өлкетану музейінің қызметкерлері сіздердің назарларыңызға музей түні акция шеңберінде қолөнер дәстүр жалғастығы атты қажекейді тігу туралы шеберлік сағатын ұсынады. Бұл шеберлік сағатты қолөнерші Қажимова Салия ханым сіздерге қажекейдің тігудің қыр-сырын үйретеді. Жалпы қажекей қазақтың ұлттық киімдерінің бірі. Қазақстанның әр облысында оны әр түрлі атайды, көбінесе желетке деп те атайды. Қажекейді кішкентай сәбиден бастап еңкейген қарияларға дейін киеді. Оны қыс мезгілінде ішіне жүн салып киюге болады, ал жаз мезгілдерінде жұқа матадан да тігіп киеді. Қажекейдің жалпы пайдасы өте зор. Ол кеудені, өкпені суықтан сақтайды. Сондықтан болар, ата-бабаларымыз денсаулықтың қадірін біліп, қажекейді үстілерінен тастамаған. Ал енді шеберлік сағатымызға көшсек, Салия ханым, сөз кезегі өзіңізде. Бүгін қарапайым қол жетімді қажекей тігу үлгісін көрсетемін. Қажекей тігу үшін бізге ең бірінші өлшегіш жіп, қайшы жіп және түс қағаз, қалам, қағаз керек. Қажекей тігу үшін бірінші біз өлшемін сызып аламыз. Бірінші бір иықтан екінші иыққа дейін өлшеп аламыз. 44. Иық өлшемі 44. Енді екінші кіші иықты өлшеп аламыз. 15. Үшінші бізде өлшегіш кеуде айналымын өлшейміз. Кеуде айналымы бізде 92. Төртінші бел айналымы. Бел айналымы бізде 90. Бесінші бізде бөксе айналымын өлшейміз. Бөксе айналымы бізде 108. Енді жаңағы тігеміз деген қажекейіміздің ұзындығын аламыз. Бізде ұзындығын аламыз. Жаңағы өлшеп алған өлшемін енді біз қағазға түсіреміз. Қажекейдің артқы бөлігін сызып, кесіп, қиып аламыз. Мынау жаңағы біздің артқы бөлігіміз кесіп алған. Енді алдыңғы бөлігін біз дәл сондай қып кесіп аламыз да, мына мойнын жағын 3 бұрышты қылдырып, немесе мына дөңгелетіп алып оюға болады. Жаңағы үлгімізді аламыз да, матаны алып екіге бүктейміз. Екіге бүктеп, мына түк жағын астына қаратамыз. Матамызын екіге бүктеп, жаңағы кесіп алған, біз өлшеп алған өлшемімізді мына матаға түсіреміз. Үлгіні бұлай қойып, 1 сантиметр тігіске қалдырамыз. 1 сантиметр тігіске қалдырып, сызып шығамыз. Міне енді бұны беттестірген бойымен ашып, артқы бөлігін біз кесіп қиып алдық. Артқы бөлігі дайын бізде. Енді біз алдыңғы бөлігін алып осылай беттестіріп, дәл осылай қылдырып сызып алып, қиып шығамыз. Бұны да қиып шығамыз. Қажекейдің үсті бөлігі дайын болды, енді біз астарын тігуге кірісеміз. Енді артынан бастаймыз. Дәл сондай кесіп сызып аламыз. Екіге бүктеп. Жаңағы артыңғы бөлігін дәл сондай қып сызып кесіп аламыз. Бұл артқы бөлігі бізде дайын. Не былай ашамыз. Бұл тұтас болады артқы бөлігі бізде. Енді алдыңғы бөлігі де дәл сондай қып сызып қиып аламыз.
жаңағы бөлшектерді бір-біріне қосамыз, алдымен артқы бөлігін. Енді біз мына қолтықтың астарын үстімен қолтық жақтың тігісін тігіп жатырмыз. Көктеп жатырмыз. Тігіске 1 сантиметр қалдырып айналдырып тігіп шығамыз. Енді бізге мына тәжекейіміздің мына ілгіштерін өлшеп орналастырып аламыз. Ол үшін бізге мына тігістен 12 сантиметр біріншісі мына жерде болса, бірінші ілгіші, екінші мына жерде, үшіншісі және төртіншісі астына төртеуін былай орналастырамыз. Тігіп отырып, былай тестіріп қоямыз. Біз тіккенде астында кету керек. Үстінен тігіп өтеміз. Біз енді бұл тәжекейімізді мына бүйір жерінен ашып, бет жағына айналдырамыз. Мына иықты екінші бет жақтағы иықпен айқастырып шығарамыз былай. Екінші жағын солай иықты иыққа келтіріп айналдырып шығамыз. Бетіне айналдырып шығамыз. Шығарамыз. Айналдырып шыққаннан кейін енді бізге иыққа қосып тігіп тастауымыз керек. Енді жаңағы бүйірдегі тесіктен аламыз да мына иықты алдын иықтың артына қосып беттестіріп айналдырамыз. Қолмен ұстап тұрып, жаңағы беттескен жерін ұшына келтіріп көктейміз. Көктеп қазір тігіп шығамыз. Сантиметр қалдырып тігіп шығамыз. Біз бұны ондап тұрып өтөктеп шығамыз. Мына ұштарын шығарып, тігістің ұштарын шығарамыз. Енді жаңағы айналдырған бүйірдегі немізді
бір-біріне айқастырып білдіртпей ақын тігіп тастаймыз. Мінекей біздің қажекейіміз дайын, өте әдемі болып шықты. Салия ханым барлығын бізге егжей-тегжейлі айтып берді. Қажекейдің тігілу барысын. Көптен көп рахмет, Салия ханым. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің шеберлік сағатымыз аяқталды. Қош сау болыңыз.